әрбір шаңырағында тоқшылық пен ырыстың берекесі болсын деп наурыз көже пісіріледі. Наурыз көже қазақтың ұлы тағамы болғандықтан осы 22 наурызда пісіріліп, келген қонағымызға үлкен ілтипатпен ұсынамыз. Наурыз мейрамының ең басты тағамы наурыз көже. Қазақстан кең байтақ болғаннан кейін наурыз көже еліміздің әр өңірінде әртүрлі әдіспен дайындалады. Ең бастысы 7 түрлі тағам қосылуы керек. Көктем мезгілінде жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін уақытында әрмен қарай ұлыстың ұлы күнінде еліміз тоқ болсын, қазанымыз мол болсын деген, ағымыз көп болсын деген мақсатпен наурыз көжені дайындап, оны ілтипатпен қонақтарға, құттықтап келген адамдарға ұсынамыз. Наурыз көжеге 7 түрлі тағам қосылады. Ең бастысы қыста сойған соғымнан сақталған семіз қазы, омыртқа, еттер қосылады. Астың дәмін келтіруші тұз дегенде тұз қосылады. Дәнді дақылдар, бидай, жүгері, күріш, тары, одан кейін құрт, қазақтың қолдан жасалған, дайындалған сары майы. Ал енді бұлай болса, біз еттен бастаймыз. Жылқының еті жуылып, қазанға саламыз. Осы 1-3 сағатта етіміз піседі. Осы етіміз піскеннен кейін қалған 6 түрлі тағамымызды жуып дайындаймыз. Наурыз айы келгенде шуақ шашып жерлерге күн төгеді жалулаған. Еріп қары ақпанның келіп сәні бақтардың гүл береді сұлулығы. Құстар қалқып төбемде аққу қонып гүлдерге сән береді әніменен. Сұлу самал желесі күн мен түнім теңесіп таң атады күлімдеген. Наурыз ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Міне енді көжемізге 7 тағамды салып, пісіріп жатырмыз. Енді әрбір шаңырақта тек қана ырыс болсын, молшылық болсын, барлықтарымызды наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Ашылып аспанға бағып күліп күннің жанады, қуаныш шаттық кернейді наурыз айы далады. Асығып күткен мейманы наурыз бақыт мейрамы, шырқалады наурызда қазағымның. Қазақтың ұлттық тағамы наурыз көжені дайындау рәсімін сіздерге ұсынамыз. Осы челленджді жолдаймыз. Аманаты бабамның салт дәстүрі, анамның